Ресей Санкт-Петербург қаласы. Кадет корпусының ғимараты. Міне ғимараттың жоғарғы жағы. Төменгі бөлігі жерге батып кеткен. Үшінші қабаттағы терезенің биіктігін өлшейміз. Бірінші қабаттағы терезелермен салыстырыңыз. Терезе ойықтарының биіктігінің жартысы асфальт деңгейінен төмен болды. Тарихшылар ғимараттың өз салмағынан жерге батып кеткенін түсіндіреді. Ғимарат баяу және бірте-бірте батып кетті. Ол жылына 1 сантиметр жерге шөгіп отырды. Бұл ғимараттың ескі фотосы. Фото 110 жыл бұрын түсірілген. Ғимарат қазіргідей деңгейде жерге батып кеткен. 110 жыл бойы ғимарат мүлде құламады. Сантиметр демес, дюйм демес. Мен ескі және заманауи фотосуретті біріктірдім. 100 жылда жол төсемінің деңгейі мүлде өзгермегені анық байқалады. Бірінші қабаттың жерге батқан биіктігі сол күйінде қалды. Нағыз фотосуреттер тарихшылардың әңгімелеріне қайшы келеді. Алдыңғы есіктерге қараңыз. Есіктер ғимараттың симметриясын бұзады. Бұл жерде кіреберіс болуы керек. Орталық аркада. Бірақ кіреберіс есіктері топырақпен жабылған. Олар кіреберісті қазбады. Ол жол бойында терең ойық қалдырар еді. Ғимараттың басқа бөліктеріндегі кіреберіс есіктер сынған. Бүкіл ғимаратты қазып алғанша қабырғаны бұзып өту оңайырақ болды. Мұндай үлкен ғимарат қирамай жерге батып кете алмайды. Ақымақ тарихшылар ғимараттардың әрқашан біркелкі орналаспайтынын түсінбейді. Бұл ғимарат кірпіштен салынған. Егер елді мекен біркелкі болмаса, кірпіш қабырғалары міндетті түрде жарылады. Ғимарат қирап, құлап қалады. Бірақ ежелгі құрылыс тамаша сақталған. Архитектуралық жоба бойынша ғимараттың толық бірінші қабатымен жертөле болуы керек. 2 метрдей жер астында болды. Бұл ғылым тарихының жасырып отырған апат іздері.